Кегел жаттығуы дегеніміз не? Кегел жаттығулары жамбас бұлшықеттерін күшейтуге арналған. Бұл бұлшықеттер сіздің қуықты ұстап тұрады және оның ағып кетуіне жол бермейді. Кегел жаттығулары жамбас бұлшықеттерін күшейтуге арналған. Бұл бұлшықеттер сіздің қуықты ұстап тұрады және оның ағып кетуіне жол бермейді. Кегел жаттығуларымен жамбас бұлшықеттерін нығайту қуыққа көмектеседі. Кегел жаттығуларын орындау үшін сіз тек жамбас бұлшықеттерін қысыңыз. Сіздің денеңіздің жамбас сүйектерін қосқандағы бөлігі жамбас аймағы. Жамбастың төменгі жағында бұлшықеттердің бірнеше қабаты сіздің аяқтарыңыздың арасында созылады. Бұлшықеттер жамбастың алдыңғы, артқы және бүйір жақтарына бекітіледі. Жамбас бұлшықеттерін қалай жаттығуға болады? Дұрыс бұлшықеттерді табыңыз. Қысу үшін дұрыс бұлшықеттерді табудың келесі әдістерінің бірін қолданып көріңіз. Сіз газдың өтуін тоқтатқыңыз келетінін елестетіп көріңіз. Қолданатын бұлшықеттеріңізді қысыңыз. Егер де сен сезім тарту сезімі, сіз жамбас жаттығулары үшін дұрыс бұлшықеттерді қысасыз. Сіз мәрмәрдің үстіне отырғаныңызды және қынаппен мәрмәрді алғыңыз келетінін елестетіп көріңіз. Мраморды қынапқа сорып алғаныңызды елестетіп көріңіз. Жатып саусағыңызды қынаптың ішіне салыңыз. Сіз тоқтауға тырысқандай қысыңыз зәр шығудан. Егер сіз саусағыңыздың қысылуын сезсеңіз, сіз оң жақ жамбас бұлшықеттерін қысасыз. Сізге дәрігерге, медбикеге немесе терапевтке көмектесуге рұқсат етіңіз. Көптеген адамдар дұрыс бұлшықеттерді таба алмай қиналады. Сіздің дәрігер, медбике немесе терапевт жаттығуларды дұрыс орындағаныңызды тексере алады. Сіз сондай-ақ арнайы салмақтарды немесе биологиялық кері байланысты пайдалана отырып жаттығулар жасай аласыз. Денсаулық сақтау тобынан осы жаттығу құралдары туралы сұраңыз. Басқа бұлшықеттерді бір уақытта қыспаңыз. Тығыздамау үшін абай болыңыз: асқазан, аяқтар немесе басқа бұлшықеттер. Дұрыс емес бұлшықеттерді қысу қуықты бақылау бұлшықеттеріне көбірек қысым түсіруі мүмкін. Тек жамбас бұлшықетін қысыңыз. Тыныс алма. Қайталаңыз, бірақ оны асыра алмаңыз. Алдымен жаттығуға тыныш орын табыңыз, сіздің ванна бөлмеңіз немесе жатын бөлмеңіз, осылайша сіз шоғырлана аласыз. Еденде жатып, жамбас бұлшықеттерін тартыңыз және 3 санап тұрыңыз. Содан кейін 3 рет демалыңыз. Әр жаттығу сайын 10-15 рет қайталаңыз. Сеанстарыңызды бақылау үшін төмендегі жаттығулар журналын пайдаланыңыз. Жамбас жаттығуларын күніне кемінде 3 рет жасаңыз. Күн сайын 3 позицияны қолданыңыз: жатып, отыру және тұру. Сіз еденде жатып, партада отырғанда немесе ас үйде тұрып жаттығулар жасай аласыз. Барлық 3 позицияны қолдану бұлшықеттерді күшейтеді. Сабыр бол. Бас тартпаңыз. Бұл 5 минут күніне 3 рет. Сіз 3-6 аптадан кейін қуықтың бақылауы жақсарғанын сезбеуіңіз мүмкін. Әйелдердің көпшілігі бірнеше аптадан кейін жақсаруды байқайды.